Сәлем достар, біз алғы сағатта 8 сабақтың бастапқы 8 сөзін үйренгенбіз. До-шау, қанша деген сөзге дейін келгенбіз. Ол сөзді мен өттім ғой деймін, өткен до дегеніміз көп, шау дегеніміз аз, екеуі қосылып до-шау болса қанша. Мысалы, міне жерде міне пинго един до-шау чен. Қанша ақша, немесе ченді алып сап до-шау болатын болса қанша. Алманың 1 килограммы қанша тұрады, немесе қанша ақша тұрады, ченді қосқанда. Ал енді ол жердегі 8 сөз кетті, енді бізде қазір, мен алдында айттым, осы 8-ші сабақ кішкене экономикалық, қаржылық ақшамен байланысты болады, ақша атаулары. Енді бізде қазір ендігі сөзіміз куай. Куай деген негізі Қытайдың төл ақшасының атауы, немесе юан. Мысалы, бізде телевизорда көрсетіп жатады, мысалы, доллар мен юан деп жатады. Бұл енді юан деген аударылмайды, бұл негізінен енді юан немесе куай деп айтамыз. Міне жерде міне біріншісі куаймен жазылған, жақша ішінде юан жазылуымен мен жерде көрсетіп қойдым. Екінші ақша атауы, бұл куай дегеніміз үлкен ақша атаулары. 1 юаннан жоғары юан куай болады. Ал 1 юаннан төмен енді біздің Қазақстанда қазір жоқ, бұрынғы кезде енді болған болу керек тиындар. Бұл жерде Қытайдағы тиындар әлімге дейін қолданыста бар. Кішкентай тиын ақшалар әлімге дейін қолданады. Соның біреуі жау немесе мау деп айтамыз. И жау немесе и мау, сән мау 30 тиын. Артында 1 нөлі бар, кішкентай 1 юаннан төменгі ақшалар. Мысалы 50 тиын. У жау, немесе у мау деп айтамыз. Жау дегенді көбінде жазылуда қолданымызда, айтылуда көбінде не істейміз? Мау деп айтамыз. И мау, мау сән мау деп айтамыз. Келесі тиынымыз фін. Фін дегеніміз, мұна жаудан кішкентай тиын. Мысалы біз мынада 10 тиын болса, артында 1 нөлі бар, 10 тиын болатын болса, фін болатын болса, 1 тиын. 1 тиын. Сонда қазір Қытайда ойлап отырған шығарсыздар, қазір енді 1 тиынға дейін қолданыста бар. 1 тиыннан, мысалы 100 тиын дейді ғой енді, 1 юанға дейін. Бәрі кішкентай ақшалар әлімге дейін о жерде қолданыста, кәдімгі күнделікті қарым-қатынаста айырбаста қолданылады. Бұл фін. Екіншісі, келесі сөзіміз хай, тағы да, еще деген сөз, орысша айтқан кезде. Тағы да бізге хай аушыма, тағы не аласыз? Тағы не ішесіз, хай чышымы, хай тағы да деген мағынаны білдіреді. Келесі беді. Беді дегеніміз басқа. Д дегенді біз алдыңғы сағатта өттік қой деймін. Ның, тың. Менің, сенің, оның тәуелдік жалғау ретінде. Беді басқа деген мағынаны білдіретін жерде, енді мына жерде бұл өзі жалғыз жеке мағына бермейді. Беді бұл беге қосылғаннан кейін беді басқа деген мағананы білдіреді. Мысалы, не хаяу беді ма, саған басқа не керек? Кешегі яу деген сөзіміз өткен сабақтағы керек. Хаяу беді ма, тағы бірдеңе аласыз ба? Басқа аласыз ба деген сөз, беді. Одан кейінгі соңғы сөзіміз жүзі. Жүзі дегеніміз қазақша атауын білмеймін, енді біз күнделікті тұрмыста қолданатын мандаринді жүзі дейміз. Мандарин, кішкентай, нені жүзі, бұл мандарин. Жемістің атауы да бар, и ақша атаудары. Бірінші сөзіміз, куай дегенді және, тоже юан, ақша атауы дедік, жау, мау, тиын атаулары, фін, үшеу. Келесі хай, тағы да, беді, басқа, жүзі, мандарин. Енді біз қазір осылардың оқылуын сіздерге айта кетейін, сіздер бірге өздеріңіз оқып отырсаңыздар да болады. Куай, юан, жау,
脚毛毛分分还别的橘子快圆角毛分还别的橘子. Бұл сегізінші сабақтың 6 сөзі. Енді қазір осыдан кейін жалғасты 6 сөзін оқитын боламыз.